Сәлем достар, сіздермен бірге Боташка ASMR. Бүгін бізде йогурттар, әртүрлі компанияның йогурттарын бірге дәмін көреміз. Бізде чудо, творожный 2 слоя деген, даниссимо, шоколадный шарик, альпенланд деген, активе, және дольче клубничниковый, және бізде альбини, және M&M's. Біз бастаймыз. Даниссимодан көреміз. Ең қымбаты осы. Басқа йогурттардың несі айырмашылығы жоқ. Мен дәм көріп, жаңа камера өшіп қалды. Дәмін несі басқа йогурттарға қарағанда. Только шарик болған, шоколадный шарик болған. Несі. Нет. Айырмашылығы. Önce бізде чудо. Ananas пен мангоның дәмі шығады. Бұл жерде көбінесе ананастың дәмі шығатын сияқты. Актив. Нормально дәмі. Ондай аты, ондай не емес. Күшті деп айтпаймын. Бірақ нормально жеуге болады.
Бізде Дольче. Бұл да клубничный. Екеуінің дәмі бір сияқты, бірақ мынау басқаша. Да. Кішкене өзгешелік бар. Бірақ дәмдер. Мынада клубниканың нелері. Жүйрік шықты резима. Жемісі бар. Кәдімгі соған. Мынада да бар, бірақ прям мынанікі күшті. Альпен ланч деген. Бұл да клубничный. Андама. Емес. Бәрінен бір мынау. Күшті. Мынандадан бірінші орында Чудо. Екінші орында Дольче. Үшінші орында Активия. Төртте Даниссимо. Бесінші орында. Бұл видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің комментарийлеріңізді оқып жатырмын. Жақсы және жаманда комментарийлері бар. Бірақ сіздерді түсінемін. Ұнамайтын видеолар да бар менің негізі. Бірақ сонда да мені қолдап жатқандарыңызға мың алғыс. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, жақсы комментарийлер жазып кетіңіздер. Всем пока.